Бәріңе сәлем. Сіз бананның супер жеміс екенін біліп пе едіңіз? Олар пайдалы нәрсеге лық толы, құнарлы, қоректік заттар, витаминдер, табиғи қанттар және басқа да өте пайдалы заттарға толы. Егер де өміріңізді жақсы жағына қарай өзгерткіңіз келсе, бізде қарапайым шешім бар. Сізге бар болған күніне 2 банан жеуіңіз қажет. Бұлай істесеңіз не болады? Мұны алдағы видеода білетін боласыздар. Біз бастаймыз, ал кеттік. Дәрігерлердің айтуы бойынша, егер де сіз өміріңіздің соңына дейін күніне 2 банан жеп отырсаңыз, денсаулығыңызға қатысты мәселелердің, аурулардың көбісінен құтыласыз. Басқа сөзбен айтқанда, бұл жемісті шектен аса қолданбасаңыз, ол тәтті дәмнен басқа сіздің өміріңізге көп пайда істейді. Шоколадтан бастайық. Әсіресе бұл салауатты өмір салтын ұстанатын адамдарға ұнар. Бананды тренировкадан алып жеңіздер. Ол сізді сергектік қуатпен 1-2 сағатқа қамтамасыз етеді. Банан ол гликемический индексі, яғни көрсеткіші аз өнім болып табылады. Яғни олар тез қорытылып, жеткілікті қуат береді. Бұл жеміс витаминдерге және төзімділікті арттыратын тасықтарға толы, ал құрамында калий бұлшық сіңірінің тартылуынан сақтап қалады. Керемет жемістің құрамында көп мөлшерде триптофан бар. Бұл серотонинді синтездеу үшін қажет заттек. Әдетте бұл заттекті бақыт гормоны деп атайды. Ал енді стресс туралы айтайық. Дәрілерді ұмытыңыздар, банан жеңіздер. Ол табиғи жайландыратын дәрі болып табылады. Бананда жүйке жүйеңізді табиғи түрде тыныштандыратын және еркін демалуға көмектесетін Б витаминдері көп. Бірақ та жоғарыда айтып өткендей, шектен аса қолданбаңыздар. Егер де сіз асқазан ауруынан, гастриттен қиналып жүрсеңіз, банан сіз үшін ең қауіпсіз өнім. Олар тегіс, жұмсақ қабатты текстураға ие. Ол асқазанның шырышты қабатын біркелкі толтырып, олардың түршігуінен сақтайды. Сонымен бірге бұл жеміс өте жақсы термореттегіш болып табылады. Егер оны күннің астында жесеңіз, ол салқындауыңызға көмектеседі. Ал қыста тұмау көтерген температураңызды тұрақтандырады. Изжога болсаңыз да банан жақсы көмегін тигізеді. Жай бір банан ғана бұл аурулардың бірінші белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Сондай-ақ бананның ғажайып құндылықтары бар. Келесіде жұмысыңызға жай ғана бірнеше банан ала кетіңіз. Ол түскі асқа дейінгі ең жақсы жүрегі жалғап алу болып табылады. Банан жеуді әдетке айналдырыңыз. Бірнеше күннен кейін-ақ өміріңізге пайдасын байқайтын боласыз. Бүгінгі сіздермен болған Шеберхана каналы. Егер видео ұнаса лайк басыңыз және тіркеліп кетіңіздер.